Саламатсыздар ма, балалар? Жақсы, онда бәріміз отырайық. Саламыз дайындалайық, балалар. Жалпы бүгін сабақта барлығымыз келеміз бе? Жақсы, өте жақсы. Ал ендеше, балалар, барлығымыз тақтағанымызға отырайық. Тақтада жалпы біз не көріп жақсы. Не көріп тұрмыз басқа? Мемлекеттер. Яғни бұл қандай мемлекеттер? Жақсы. Ал ендеше, балалар дұрыс айтасыздар. Сонда бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыздар? Өте жақсы, балалар. Өте дұрыс айтасыздар. Біз яғни бүгін мемлекеттер туралы өтетін боламыз. Жақсы, балалар, өте дұрыс айтасыздар. Біз ерте орта ғасырлар мемлекетін өткен болатынбыз. Түрік, батыс түрік, шығыс түрік, түргешпен, естеңіздер ме? Қандай мемлекеттерді өтіп едік? Иә. Дұрыс айтасыздар. Енді сол бүгін біз әрі қарай өте жақсы, балалар. Ал ендеше біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 10-шы ғасыр мен 13-ші ғасырдың басындағы Қазақстан аумағындағы саяси процестер. Бүгінгі күнді жазып, дәптерге тақырыпты жазып алайық. Сонда балалар, тақырыпты жазып болсақ, міне бүгінгі біздің сабағымыздың оқу мақсаты осы 10-13-ші ғасырдағы басындағы Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін естиміз. Түсініп, олардың ерекшеліктері мен айырмашылықтарын анықтайтын боламыз. Енді жалпы айтқанда, осы 10-шы ғасыр, 13-ші ғасыр Қазақстанда дамыған орта ғасырлық кезең деп аталды. Осы кезеңде міне Қарақат, Қыпшақ деген мемлекеттер бар ғой, балалар. Сол мемлекеттердің әлеуметтік экономикалық даму жағы біршама көтерілді. Енді қараңыздар, бұған дейін біз өткенбіз. Қыпшақ хандығы орыс князьдіктерімен істемеді. Байланыс жасап, әрі қарай өз жерін шығыс Европаға дейін кеңейтті. Өте жақсы. Ал ендеше қазір біз тақырып бойынша тақтаға бейне баянға назар аударайық, балалар. Өзгеруіне ерте және орта ғасырлық мемлекеттердің ыдырауы негізгі себеп болды. Батыс түрік қағанаты туралы не білесің? Батыс түрік қағанатындағы қаған билігі шығыс түрік қағанатына қарағанда әлсіз еді. Ол бұдың елінде қаған билігіне наразылар көп болды. Осылайша ұзаққа созылған тайпааралық соғыс әсерінен қағанат әлсіреп, берекесі кеткен ел Қытай шабуылына көшуде өз үстемдігін орнатты. Бірақ мемлекеттің жағдайы құрылған кезден бастап күрделі болды. Оңтүстік батыста арабтармен, оңтүстік шығыста Қытай басқыншыларымен қиян-кескі соғыс жүргізсе, шығыстан шығыс түрік қағанаты қауіп төндірді. Осындай үздіксіз шайқастардың әсерінен қағанат әлсіреді. Қара түргештер мен сары түргештер арасындағы тайпааралық қақтығыстан мемлекет ыдырады.
Қарлық қағанаты кезінде қандай маңызды оқиғалар болды? 756 жылы қарлықтар түргештерді ығыстырып, Жетісу аумағына өздерінің саяси үстемдігін орнатты. Бірақ мемлекет басшысы Жақбудың билігі өте әлсіз болды. Арабтармен күресте мемлекет әлсіреді. 940 жылы Қашқар түркілері Баласағын, Испиджаб қалаларын басып алып, мемлекет құлады. Шу аңғарына Қарахандар әулетінің үстемдігі орнады. Оғыздар жайлы не айтасың? Деректерге қарағанда Оғыз тайпасы Жетісу аумағында қалыптасқан. 8 ғасырдың екінші жартысында қарлықтармен күрес нәтижесінде Оғыздар Сырдария бойы аумағына қоныс аударады. 9 ғасырдың соңында қазақтармен одақтаса отырып, печенектерге соққы беріп, Еділ мен Жайық бойы аралығын толық иемденді. Бірақ ұзақ жылдарға созылған соғыс және халықтан көп мөлшерде алынған алым салып, Оғыз тайпаларының наразылықтарын туғызып, мемлекетті әлсіретті. Сөйтіп, 11 ғасырдың екінші жартысында күшейе бастаған қыпшақтар Оғыздың Аралдың батысы мен Каспийдің солтүстік өңіріндегі Оғыздарды қосқап, оларды оңтүстікке және Қара теңіз далаларына көшуге мәжбүр етті. Оғыз жерлерін басып алғаннан кейін Қыпшақ хандары күшейіп, қимақтарды өздеріне тәуелді етіп, Қимақ мемлекетінің орнын басты. Осылайша, тарих сахнасында Қарахан мемлекеті мен Қыпшақ хандығы пайда болды. Қазақстан жерінде дамыған орта ғасырлық мемлекеттің бірі Қарахан. Жақсы, балалар, бейне барайық, назар аударсақ. Келесі мына қараңыздар балалар, 10 ғасыр мен 13 ғасырдағы Қазақстан аумағында саяси процестер деп айтып тұрмыз. Мына Қыпшақ хандығы балалар көріп тұрмыз ба? Әрине, мына көрші мемлекеттер, Қарахан мемлекеті, жалпы осы мемлекеттер. Бүгін міне қараңыздар балалар, дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Міне Қарахан өмір сүрген жылдары, міне мемлекеттердің орталықтары Қарақытай, Найман, Керейіт, Жалайырлар және әрине Қыпшақ мемлекеті. Біз бұл жерде ерте орта ғасырлық мемлекеттерді бағана айтып өттік. Міне дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Жалпы балалар. Енді қазір осы бүгінгі тақырыбымыз бойынша тапсырмалар орындайтын боламыз. Міне ең бірінші тапсырма А деңгейі бойынша балалар. Міне ерте орта ғасыр және дамыған орта ғасыр мемлекеттерінің даму ерекшеліктерін не істейсіздер? Талдап, кестеге орындайтын боласыздар. Қазір дәптерді ашып тапсырманы орындайсыздар. Бұл жерде дескриптор бойынша ерте және дамыған орта ғасыр мемлекеттер 3 мемлекеттерді атап жазасыздар. Сыртқы 3 жағдайын талдайсыздар және 3 мемлекеттердің ішкі жағдайын талдайсыздар. Және де әрине қорытынды ой. Міне дескриптормен жазылып тұр. Қазір әрбір оқушы тапсырманы орындайды. Енді келесі тапсырма Б деңгейі бойынша балалар мұқият тыңдаймыз. Бұл жерде бағана айтып өткен Қарахан мемлекеті мен Қыпшақ мемлекеті әрине. Бұл жерде 3 айырмашылық. Қарахан мемлекеті туралы, Қыпшақ мемлекеті туралы 3 айырмашылық және де осы екі мемлекеттің 3 ұқсастығын жазатын боласыздар. Қорытынды ой және де ол міндетті түрде. Енді әрине бірінші тапсырманың С деңгейі бойынша бұл сәйкестендіру, яғни 10-шы ғасыр, 10 мен 13-шы ғасырдың басындағы мемлекеттерді туралы мәліметтерді мына жерде сәйкестендіресің боласыздар. Батыс түрік, түргеш, Қағылық, Қимақ, Оғыз. Сәйкестендіресіздер. Оның бәрі тапсырмаға қаратылады. Оны орындайтын боламыз. Жақсы ма? Кестені балалар сіз айтып берген.
іштерсіз қалдыңыздар мына кестелерді ертең орта ғасыр мен заман тапсырмасы сәйкестендіресіздер арғын жақсы ма? Осы жерді сәйкестендіресіздер. Оқисыздар, түсіріп, одан кейін осы жерде дұрыс сәйкестендіріп, мына жерге әріптермен жазатын боласыздар. Жақсы ма? Қарай. Яйын қарындашпен әйнек. Мұхаммед. Яйын қарныш орындау. Ал басқа оқушылар нәтиже сызбаны салыстырамыз. Қарақа мемлекеті мен Қыпшақ мемлекетін және де айырмашылықтары мен ұқсастықтарын жазасыздар. Ал бірінші тапсырманы деңгей бойынша не деді? Мемлекеттердің сыртқы және ішкі жағдайын сипаттайсыздар деді. Ол қандай мемлекеттер? 3 мемлекет атау керек балалар, 3-еу. Қай мемлекеттерді талдайсыздар? Балалар? Қарахан, Қыпшақ, Түрік. Найман, Қыпшақ. Жақсы. Міне балалар. Осындай. Кітаптан да міне 54-55 бетте балалар тақта тұр. Бейнебаяндағы тақтаға карталар тұр, көрдіңіздер ма? Осы картаны да пайдаланып қарауға болады. Асықпай орындаймыз балалар, асықпай. Тапсырмаларды беріп қой. Қарахан мен Қыпшақ мемлекеті. Содан кейін балалар мұқият орындаймыз. Болған оқушылар болса, қол көтеріп жауап береміз. Жақсы ма? Мынаны білеміз. Сәйкестендіріңіз. Оқыңыз. Иә, дұрыс. Қарахан мемлекеті. Былай істейсің, проверь. Мына әріптер бойынша расходнясына. Енді мысалы бір А дегенес. Былай. Енді саңдырым. Осылай. Жақсы ма? Если он по-разному,
Yaxshi, o'qi. Mevleketti. Qaraxon Mayman qishloq siyosiy sirtqi ekonomika Qaraxonniki ekonomika, Maymondiki askeriy, qishloqdiki askeriy. Qaraxonniki siyosiy ishga birlik mixti, Maymondiki siyosiy ishga birlik yo'q, qishloqdiki birlik bor. Ал қорытынды әр елдің өзіндік мықтылығы және өзіндік әлсіздігі болады. Қарай бе бұлма? Әкесін болды. Батыс тобын қарша тіркеуі қалалардың басы алды, Қарахан Алметтің үстіне орнағы. Түркеш сары түркештің қара түркештілердің арасындағы тайпа аралық соғыс мемлекеттің зары. Қарулы қозғақтың жылдары соққын тайпа аралық соғыстар және қайша алушының төпе бере алма. Қаймақтың өзі шүйемейді үшін талас болды. Қыпшақ тайпалардың көшінің басып алды. Оғыз қозғақтың жылғы соғыс алдына салды. Emine bakın. Sen de Karahan memleketi oldu mu? Ne? Karahan memleketi oldu. Karahan memleketi. Қарлықтар арасынан түркі тайпаларына билік кеткен. 940 жылы Қашқара қарлық тайпалары басағылы басып Бірінші тапсырма мемлекеттер Қыпшақ, Найман, Қарахан. Қыпшақ сыртқы саяси. Қыпшақ әскери, Найман әскери, ал Қарахан экономика. Ішкі саяси. Қыпшақта бірлігі жоқ, ал Найманда бірліктері жоқ. Қарахан бірлігі мықты. Қорытынды әр елде мықтылығы басқа және әртүрлі болады. Birisi canının Karahan memleketini okudu, ендеше Dağ'ın Kıpçak memleketini okudu. Kıpçak memleketini okudu. Дунайдан Алтайға дейінгі кең байтақ ол аумақты қоныстанып, әлемдегі өркениеттің дамуына орасан зор үлес қосқан. Басына дейінгі қыпшақтарды қимақтар тарихы мен тығыз байланысты болды. Қыпшақ хандығы екіге бөлінді: батыс пен шығыс. Онда Karahan memleketi oldu. Қарахан мемлекетінің жылы деректер араб және парсы авторлар еңбектерінде көп кездесті. Екіншісі, Қарахан мемлекетінде билік екі тайпалық топ жігіт және яғма ақсүйектер арасында бөлінді. Өте жақсы достар. Дұрыс айтасың. Әлеуметтік қорғау бойынша жақсы. Өте жақсы. Тағы да қалай? Жәмилә, мемлекетке өкілсің. Қыпшақ хандығы. Жақсы. Қыпшақ хандығы 8 және 11 ғасырларда құрылған. Астанасы Сынақ. Ислам oldu mu? Жақсы. Тағы болды қалай? Қайша мемлекетке өкілсің? Сынақ? Жақсы. Ол
одағы негізінде құрылған, кейіннен Дешті Қыпшақ деп аталған. Қарахан мемлекеті. Қарлұқтар, яғни Жетісу мен Шығыс Түркістанды мекендеген түркі тайпаларының одағы негізінде құрылған. Енді балалар, барлығымыз бұл бірінші тапсырмаларды аяқтап болсақ, әрі қарай біз екінші тапсырмаға көшеміз. Яғни бұл жерде біз қазір картамен жұмыс жасаймыз. Қазір сіздерге міне скриптерлермен картаны шарларын тарататын боламын. Осы жерде ерте орта ғасырлық мемлекеттерді және дамыған орта ғасырлық мемлекеттерді бөліп жазып картадан көрсетіп боласыздар. Көрсетесіздер. Жақсы ма балалар? Міне А-ден кейінікі, одан кейін міне келесі әрі қарай балалар ерте орта ғасырлық мемлекеттерді жазасыздар. Мысалы түргеш, ал аяғында дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Дамыған орта ғасырлық Қыпшақ, Найман, Жалайыр, Қарахан. Ал сізден кейін осындай контур карта тарататын боламын. Контурларды осы жерде Қарахан мемлекеті қай жерде орналасқан көрсететін болсыздар. Жақсы ма? Бағана бейнебаянды қарадық, оған кейін карта көрсетілді. Қазір сіздерге тапсырма таратылады. Соны контур картада белгілейтін боласыздар. Картада белгілейсіздер, түрлі түсті қарындар, маркер қолдануға болып тұрсын, бала? Ал мынау екінші. Мынау сізден кейін болмай балалар. Енді мынау екінші болса, кестені осы дәптересіздер, жазасыздар, мемлекеттерді. Контур картаны көрсетеміз. Мына жерде 55-ші бетте карта бар балалар. Осы картаны да пайдалануға болады, жақсы ма? Жаңа нешінші жолы болады. Қарахан мемлекеті. Қарахан. Кезеп жазамыз. Ары қарай. Жерде, мына жерде ерте орта ғасыр. Бірінші ерте орта ғасыр жазды. Түргеш таразы шақтар болды, түргештер. Одан кейін міне дамыған орта ғасыр. Қимақ, Қыпшақ, Қарахан. Бірінші осылар жазды. Жоқ, бұл жерде Қарахан мемлекетінің болды. Сосын Қарахан мемлекетінің орталығы жазамыз, балалар? Қарахан мемлекетінің. Қарахан мемлекетінің. Түргеш, батыс түрік, шығыс түрік. Жазылды сон? Gelin açısına. Orta dikit. Doğru karayız. Altına çektik. Ayarı. İki. Prima. Aşağı. Arkadan. Gelin. Yukarıda belirleyen. Yani her memleketten Ayşak'ta olmazsanın, ondan bu aymanın anti-istersi bakacağısına. Terus
мемлекет. Қарахан мемлекеті қайда орналасқан екен? Көріп тұрмыз ба? Жақсы, мына жерде жазалып қондырып көрдік. Қарахан мемлекеті. Неге деймін? Иә, сол жерде жазылсын. Ал жандар, ерте орта ғасырлық мемлекеттер қайда мемлекеттер жатады? Түрік, батыс түрік, шығыс түрік, өтіп кеткен елде орта ғасырлық мемлекеттер. Тәжікстан өтіп кеткен сия балар. Өте жақсы Мұхаммед. Дұрыс. Өте жақсы балар. Жақсы, мына балалар болды. Мына болған балалар өтетін болады. Қарахан мемлекеті. Оған ерте орта ғасырдағы Оғыз, қарлық. Есіңізде ма? Өтіп кеткен. Тараз қаласында болған? Иә, жазып жүрсің. Болды ма? Жақсы, онда Фараби ортаға шалып көрсетеді ғой. Қай жерге, қай мемлекетті жаздың сипаттап. Айтады. Маяқты қараған мемлекеті, маяқты Қыпшақтың қарақатан мемлекет, маяқты Қозының қараған мемлекеттері, Қарышақтардың мемлекеті, Нарын мемлекеттері, Парыз, сосын Қаймақтың мемлекеттері. Ясы, Фараби. Қарахан мемлекетін анықтады. Көрдік па балалар, дұрыс па екен? Ясы, отырамын. Келесі. Тарихи оқиға. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер. Түркі, түргеш, батыс түрік, шығыс түрік, оғыз мемлекеттері. Дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Қыпшақ, қараған, қимақ, найман, керей. Өте жақсы. Өте жақсы, жарайсың. Жақсы. Өте жақсы. Тағы да кім болды балалар? Аяқтап қалып екен балалар. Сен оқысын? Ерте орта ғасырлардың мемлекеті. Шығыс түрік, батыс түрік, оғыз мемлекет, қарлық, оғыз мемлекет, түркіш мемлекет. Дамыған орта ғасырлардың мемлекеттері. Қыпшақ, найман, керей. Дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Қарахан мемлекеті, Қыпшақ хандығы, Найман, Керей. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер. Түргеш қағанаты, Қимақ қағанаты, Оғыз мемлекеті, Батыс түрік қағанаты. Аржын. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер. Қимақ қағанаты, Батыс түрік қағанаты, Шығыс түрік, Түргеш, Оғыздар, Қарлық. Дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Қыпшақ, Қарахан, Найман. Жақсы, дана орналашы қайда ғой? Көрсетіп ек, қадамызге. Қалай белгілеген екенсіз? Бұлай, қалай көрсетіп, жақсы, кетіп көрсетіп. Бұл жерде бізде ерте орта ғасырларға бізде батыс түрік, түргеш, оғыз және самарқан және шығыс түрік жатады. Ал дамыған орта ғасырларға бізге Қыпшақ, Керей және Найман жатады. Айтқан бұл ма? Жақсы. Мен 19 ғасыр мен 13 ғасырдың арасындағы картаға қарап сыздым. Мына жерде Қыпшақтар, мына жерде Қарахан, мына жерде Қарақытай, мына жерде Хорезм, мына жерде Каспий көлі мен Арал теңізі бар.
Жақсы, тағы. Отыр. Ірі орта ғасырлық мемлекеттер. Тіркеш мемлекеті, Оғыздар, Батыс мемлекеті. Дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Қыпшақ, Керей, Найман. Бұл жерде ерте орта ғасырлық мемлекеттерді көрсететін болсам, бұл түрік, оғыз, түргеш, шығыс және батыс түркі. Ал дамыған орта ғасырларды көрсететін болсам, бұл Қимақ қағанаты, Қыпшақ хандығы және Қарақытай мемлекеті, Қарахан мемлекеті. Жақсы. Дінмұхаммед көрсете қойшы. Кәкімді өте әдемі екен. Жақсы шағыр. Қарахан, аяқта су, алмалық. Қандай мемлекеттер екен Мұхаммед? Қай мемлекетті белгіледі жерде? Иә, дұрыс айтады. Қарахан мемлекетін белгіледі контур картасында. Дұрыс белгіледі ба балалар? Аумағын? Иә, дәріс. Жақсы, асылай отырды. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер. Түрік, шығыс, түркі, батыс, шығыс, батыс, түрік. Дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Қыпшақ, Қарахан, Қимақ, Найман, Керей. Жақсы. Арғын айта қойшы. Қай мемлекетті белгіледі ме контур картада? Оны туралы айта қой. Айта қой. Қай мемлекет? Ол қай мемлекет? Айта қой. Өте жақсы. Қарахан дейді. Қарахан мемлекетін белгіледі картада. Өте жақсы. Жақсы, Алихан, оқиды. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер Найман, Түркеш, Түркі, Батыс түрік, Шығыс түрік, Қимақ, Оғыздар. Дамыған орта ғасырлық мемлекеттер Қыпшақ, Қарахан. Аяқ. Айта қой. Бұл картадан орта ғасырлық мемлекеттер бейнеленген. Қарақытай мемлекеті, Хорезмнашылық мемлекеті, және Каспий теңізі, Қарахан мемлекеті, Қимақ қағанаты, және Қыпшақ хандығы туралы жазылған. Қандағы. Қыпшақ қандағасы. Көрші Қыпшақты. Қыпшақ, Қимақ мемлекеті. Жақсы. Жақсы, балалар барлығымыз болдық па? Жақсы. Өте жақсы. Жарайсыздар. Келесі балалар. Балалар, мен сіздерге қазір сілтеме жіберемін. Яғни бұл Квизис платформасы бойынша қазір бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарға жауап бересіздер. Жақсы ма? Ссылкасын жіберемін сіздерге. Телефонымызды ашайық. Телефонымызды алайық. Бәрін алайық. Содан кейін аты жөнімізді жазып тұреміз. Балалар мына жерге қазір шығып тұрады барлығы орындағандар. Аты жөнімізді жазып тұрейік. Сіздерге міне мысалы мен жазамын дейді. Көрдіңіз балалар? Қарай, сосын $195,925. Жазып балалар? 195,925. Ашылды ма? Ашылды ма? 195,925. Мына жерде кімде телефон бар, жанында көмектесіп отыруларыңызға болады. Сұрақтарға бірге талқылап. Жақсы ма балалар? Міне мысалы, Кәусар мен Фараби бірге талдайық сол сияқты. Сіздер екеуіңізде де бар, иә?
жаңа айттым ғой, кризис деген бағдарлама бойынша, тестамент бағдарламасы бойынша сұрақтарға жауап бересіздер. Біздің ерте орта ғасыр мемлекеті батыс түрік қағанатының ыдырау себебі неге болды, балалар? Кім жауап береді? Міне, Кәусар келе ал. Белгілеп. Мына жерден бірден дұрыс па, дұрыс емес па белгіленеді. Айтамын. Қалай ойлайсыздар? Ішкі саяси тұрақсыз. Тағы да кім қалай ойлайды? Өзіңіз белгілеп көр. Міне, ішкі саяси тұрақсыздық және сыртқы шабуылдар. Алихан дұрыс айтты. Жақсы, қазір отыра ғой. Алихан келе ғой, Алихан дұрыс айтты. Келесі Оғыз мемлекеті өткенбіз. Алихан, Оғыз мемлекетінің мәдениеті туралы не білесіз? Оғыз мемлекеті. Білесіздер, ол жерде мәдениет өте жақсы деңгейде дамығанын. Өте жақсы деңгейде дамыды. Мал шаруашылығы, қолөнер бәрі жақсы деңгейде дамыды деген толық сұрақ беріп тұр. Жақсы келесі қарайын. Келе ғой. Біз Түргеш мемлекетін өткенбіз. Ерте орта ғасырларда Түргеш мемлекетінің құрылу уақыты қандай? Құрылу уақыты. Кім біледі балалар? Кім біледі? Түргеш мемлекетін. Правильно, белгілеу. Нет, белгілеу. Өзің ойлаған. Білмейді. Өте жақсы. 74-ші жылы құрылды, иә? Барлығын жын айтып отырдық. Жақсы, келесі балалар. Оғыз қимақ Түргеш мемлекетінің тарихи маңызы неде? Тарихи маңызы неде? Кім біледі? Кім шығады балалар? Айша келе ғой. Міне балалар, қараймыз. Қараймыз балалар. Қараймыз. Өте жақсы. Алдындағы тақырып бойынша қарадыңыздар ма жаңа балалар? Дұрыс жауапты. Міне, енді Оғыз мемлекетінің орналасқан жері кім біледі? Оғыз мемлекетінің орналасқан жері. Жәмила келе ғой. Оғыз мемлекеті қайда орналасып еді балалар? Осыған дейін өткенбіз. Орта Азия мен Қара теңіздің солтүстік жағалауында. Келесі балалар, осы үш мемлекет, Оғыз, Қимақ, Түргеш мемлекеттерінің арасындағы байланыс қандай? Ислам келе ғой. Жақсы, байланыс қандай? Келе ғой. Жақсы, қалай ойлайсыздар? Өте жақсы, әрине, саяси, экономикалық, мәдени жағынан да. Келесі Түргеш мемлекетінің экономикасы қалай дамыды? Экономикасы. Асылай келе ғой. Түргеш мемлекетінің экономикасы болды. Жеңіл сұрақтар. Қорытындылап жатырмыз, иә балалар? Жақсы. Мал шаруашылығы, егіншілік, саудада не істеді? Дамыды. Келесі, Қимақ мемлекетінің саяси құрылымы қандай болды? Қимақ. Томирис келе ғой. Қимақ мемлекетінің саяси құрылымы қандай болды балалар? Қимақ. Жақсы. Ол жақта феодалдық болды балалар. Келесі, батыс түрік қағанатының ыдырауынан кейінгі өзгерістер қандай болды? Қандай болды? Батыс түрік ыдырағаннан есіңізде ма? Түрік
түрік биікке бөлінген, батыс түрік және шығыс түрік, батыс түрік мықтырақ болды деп, жастамаған деп айтқанбыз. Бірнеше ұсақ мемлекеттер мен тайпалық одақтар пайда болған. Енді қараңыздар, балалар, мына жерде қараңыздар, сұрақтар бойынша қатемен жұмыс жасайық. Қайттан қатемен жұмыс балалар. Батыс түрік қаңқылдыра себебі неде? Ішкі саяси тұрақсыздық және сыртқы шабуылдар. Міне қатемен жұмыс. Міне аяқталды. Жақсы. Қалай ойлайсыздар? Міне балалар, сонда міне рейтинг бойынша барлығы шықты. Осылай, дұрыс. Өте жақсы. Енді осы менің сабағымызды қорытындыларда енді балалар тағы да рефлексия. Тақтаға назар аударайық бәріміз. Мұқият қараймыз балалар. Соңында рефлексия жасайық. Рефлексия сұрақтары бірінші маған ең қызықты болған дерек оқиға. Екінші сұрақ маған қиын болған жері. Үшінші сұрақ келесі сабақта білімге. Жақсы. Ал ендеше балалар жауап берейік рефлексия бойынша. Маған сабақта ең қызықты болған дерек. Кім жауап береді? Айтамын. Айша. Маған осы сабақта қызықты болған дерек. Мен мысалы осы сабақта жаңа дамыған орта ғасыр мемлекеттерімен таныстым. Жақсы, тағы да келесі аярым айта ғой. Маған осы сабақта үшінші тапсырма ұнады. Өйткені ол жерде біз көптеген сұрақтар және де біз оған логикалық сұрақтар алып, біз оған ответ беру керек болғанбыз. Жауап беріңіздер. Жақсы. Келесі Аружан. Маған ең қызықты болған дерек бұл тапсырмаларда біз Қарахан мен Қыпшақтың құқықтарын білдік, жаздық, кітаптардан іздедік. Мен шындықтарын дұрыс айтады. Өте жақсы. Айхан. Маған екінші тапсырма ұнады. Себебі біз картадан өзіміздің Қыпшақты қаяқта екенін, Қараханның қаяқта екенін сыздық. Өте жақсы. Жаңа. Маған ең қызықты болған дерек бұл біз Қарахан мемлекеті қайда орналасқанын және туралы білдік. Амин, айта ғой. Маған осы сабақта ұнаған тапсырма ол екінші тапсырма. Өйткені біз ерте орта ғасырлық мемлекеттерін біліп жаздық және де дамыған орта ғасырлық мемлекеттерін жаздық. Жақсы. Тағы да балалар. Ал балалар келесі. Сіздерге осы сабақта не қиын болды? Қиын болған тапсырма болды ма? Кімге қандай қиындықтар кездесті? Жақсы, Алихан айта ғой. Маған үшінші тапсырма қиын болды. Себебі біз ояқта ойландық, уақыт аз болды. Жақсы. Уақыттың тығыздығынан, не? Жақсы. Тағы да. Болды ма? Басқа ештеңе қиын болған жоқ па? Түсінікті ме бәрі? Жақсы. Келесі сұрақ. Келесі сабақта не білгілеріңіз келеді? Келесі сабақта. Параллель табы. Келесі сабақта Қарахан мемлекеті сол білім береді. Жақсы. Тағы толығырақ мәліметтер білуге. Жақсы. Тағы да кім айтады? Жақсы. Олар жауаптарыңыз бар. Келесі. Ал ендеше бәріміз тағы да балалар тақтағымызды аударайық. Жалпы қорытындылай келе біз дамыған орта ғасыр мемлекеттерін естедік. Бүгінгі сабақта мемлекеттерін анықтап, орналасқан мемлекеттердің қандай территорияда орналасқан солардың барлығын естедік. Картада белгілеп анықтадық. Жақсы. Жалпы айтқанда осы. Енді қараңыздар, күнделікті ашайық балалар. Үй жұмысына осы 10-13 ғасырдағы мемлекеттер тақырыбы бойынша балалар Kanka Magic Rice деген жасанды интеллект бағдарламасы бар. Сол жасанды интеллекттің көмегімен постер жасап келесіздер. Телефонға жақсы ма? Міне. Kanka Magic Rice деп аталады. Жақсы ма? Жазып алайық күнделікке. Күнделікке жазып алайық.
сабаққа белсене қатысқандарыңызға рахмет. Балалар, енді бүгінгі сабақ бойынша мен балалар өтсем, мына бірінші қатар бойынша Дінмұхаммед сабақтарымызға қатысты. Бүгінгі сабақты өтіп қоямын. Жақсы. Ана екінші қатарда міне Жаннұр жарайсың бес қоямын. Фарабиге қатысып 4, Аяру, Алихан 5, Тамирис, Асылай 5 жарайсыңдар. Айша 5, бүгінгі сабақ. Алихан 4, мына жақта Дана 5, өте жақсы. Асылай 5, Аружан 5. Өте жақсы. 6-шы сыныбы сабаққа белсене қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.